Ал енді Қытай деген үлкен держава. Оның сондай мемлекетке барып бір Асар компаниясының бір кәдімгідей өзінің шаңырақ көтеруін немен дәлелдеуге болады. Заманның бір жаңағындай трендін ұстап алуы мүмкін, бірақ білімнің аздығынан ол құлап кетуі мүмкін. Қаншама компаниялардың мен құлады, өз банкротқа кеткен. Қаншама компаниям бар, бірақ мәселе құлағанда емес, мәселе сенің тұрғаныңда. Кәсіп, бизнес дейміз ғой қазіргі жаһандану тілімен айтқан кезде. Осыған біздің діни үкімнің тәртібі бойынша қаншалықты реттеліп жатыр дегенім ғой. Фиқ ілімін, сауда бабын білмейтін адамдар базарға кіргізбеңдер, сауда жасамасын. Шегірткеден қорыққан егін екпейді дейді ғой қазақ. Мен анау келеді екен, мынау келеді екен деп мен қорқып отыратын менің уақытым жоқ шын. Таяқтың екі ұшы дейміз ғой. Гарантияның мына бірінші тәуекел деген болады. Екіншісі гарантия болады да. Сен постоянно гарантия жағында жүретін болсаң, гарантия сен қолынан түк келмейді, өмірің босқан бос өтеді деген. Постоянно гарантия іздеп жүрсің да. Мен айтамын, гарантия біреу-ақ, өлесің сол гарантия. Енді қазір мына телефонда көбейіп кетті ғой қазір. Анау да айтады, мынау да айтады, бәрі анау сиыры жоғалмаған, бәрі ақылшы болып кетті ғой. Қазір ақыл айтатын да көбейіп кетті, шариғат айтатын да көбейіп кетті. Қадір қалмай бара жатыр. Одан кейін қазір халыққа ұстаз керек болып отыр. Қайырлы күн, аса қадірлі құрметті көрермен. Бүгін Қазақ әлемі сыр сұхбат алаңының кезекті саны. Біз арғы бергі тарихымызды, өткен өмір шежірені аз кем тілге тиек еткен кезде өзіміздің бүгінгі болып жатқан болмыстарды, ертең болашаққа жүгіртатын елеулі дүниелерді тілге тиек етіп келе жатқанымыз өздеріңізге аян. Ендеше келесі спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Асар компаниясының директоры, үлкен белгілі азамат Нұрбол Маратұлы ағамыз. Және ұстаз, діни қайраткер, орынбасар Дәуренбеков мырза. Қош келдіңіздер аға. Қош келдіңіз. Аға, біз алдындағы сұхбатымыздың желісімен бүгін екінші лекті бастап отырмыз. Әрине, сөз түйегін ағытқан кезде өткен кеткенде еске алмай, өткен ғұмырға бір ұрынбай, жаңа бір сөз легін бастау кішкене қиынға соғады. Десе де, сөздің тілегін де, тілеуін де өздеріңізге бұрып отқандағы себебім мынау отырған көрерменге бесенеден белгілі болу керек. Қазір біздің ортамызда Асар компаниясының ішінде қандай жаңалықтардан бастасақ? Қандай жаңалықтар болып жатыр аға? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Енді Асар компаниясы, бұл біз Асар баспана деп қойғанбыз ғой. Асар баспана қазір енді үлкен деңгейге көтеріліп келе жатыр. Бүгін үшінші автокөлігіміз шығып, сол қуанып, сол автокөлікті иесіне табыстап, солай қазір осы сұхбатқа келіп жатырмыз. Жалпы Асар бұл адамның қазіргі уақыттағы, қазіргі қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың бүткіл өмірін қамтиды. Бұның ішінде енді мынау рухани дүние бар, өзіміздің дәстүріміз бар, одан кейін қаржылық сауаттылық бар. Қаржылық сауаттылықпен тек қана шектелмейміз біз теориямен, бізде практика жүзінде де жүріп жатыр. Халық жалпы мынау кооператив деген ұғым бар да, қазір кооператив деген нәрсені айтсақ, адамдар уже ат-тондарын ала қашатын деңгейге жеткізді. Өйткені бұл кооперацияны біздің мынау қазіргі қоғамға алып келіп баспана береміз деп жүрген жігіттердің барлығы көбінесе олар Россияның Бесуи деген компаниясынан, Роман Василенко деген о жақтың үлкен кәсіпкер бар, соны алып келген жобасымен жасады. Басында бізде солай ашқанбыз. Бірақ оның дұрыс емес екенін түсініп, міне ұстаз өзі біледі, кезінде біз діни басқармаға бардық қой, 2019-да Сансызбай ұстаздың алдына бардық. Бұның барлығын есептедік, отырдық, дұрыс емес екенін жаңағындай дәлелдегеннен кейін біз тоқтатқанбыз жұмысымызды. Ол қаржы пирамидасын алып келеді екен. Сондықтан соның бәрін есебін шығарғаннан кейін біз тоқтатқанбыз. Бірақ қазіргі жағдай біз бұны біздің өзіміздің дәстүрімізбен ұштастырып формуласын шығардық та. Асар ол жақын адамдардың бір-біріне ешқандай міндетсіз, қарызсыз жаңағындай жасалатын жәрдемнің түрі. Біз соны формулаға салып, математиканы қосып, кәсіпке араластырып, жалпы Асарды бір үлкен деңгейге көтердік. Қазір мынау біздің дамып келе жатқан жағымыз былай. Қазір Асар өнер мектебін аштық. Ертең ол жерде де үлкен кездесулер болады. Одан кейін біз қазір Асар Travel деп өзіміздің ішімізден бір бөлім аштық. Халықты, жалпы қазақты өзіміздің жерімізді көрсету.
біз мысалы қаншама ақшаны шетелге шашып жатырмыз қазір. Таиландқа барады, там Анталия дейді, Дубай дейді, мысалы Таиланд жан-жаққа шашып жатыр ақшаны. Сыртқа кетіп жатыр. Біздің ішкі туризм дамымай жатыр да. Осыны бисмилля деп қазір асар қолға алып, Құдай қаласа осы келесі алдағы аптада уже 2 автобусқа заказ беріп қойдық, автобус келеді. Халықты кәдімгідей 100 адам болып отырып, сол қазақтың жерін араласақ. Біз жалпы енді көшпенді халықпыз ғой. Осы жерді аталарымыз кезінде атпен жүріп аралаған. Біз қазір көлікпен аралай алмай жүрміз да. Енді қазір соның барлығын қолға алып жатырмыз да. Қарайық, өзіміздің ішімізде қандай керемет жерлер бар. Мен Қазақстанның қаншама жерін аралап келдім қазір. Бұрын араламаған екен мен, ол жерлерде болмаған жерлерім өте көп. Соны қазір аралап, соның барлығын қазір алдыға қарата жылжып келе жатырмыз енді. Жақсы. Мына сіз күні кеше ғана Қытайға барып, үлкен сол жерде Насар компаниясының бір бөлімін аштыңыз. Әрине сыртқа. Бұл біздің жалпы тарихи кезеңіне бүгінгі дейінгі тәртіпті алып қарасақ, бұл теңіздегі балықтардың өмір сүру тәртібімен ұқсас адам баласының тіршілігі де. Үлкен балықтар, кіші балықтарды жеп қорек өтеді. Ал енді Қытай деген үлкен держава. Оның сондай мемлекетке барып бір Асар компаниясының бір кәдімгідей өзінің шаңырақ көтеруін немен дәлелдеуге болады. Бұның бізге жалпы қазаққа ықпалы қандай? Олардың ықпалы жүрмей ма? Жоқ, қараңыз. Қазір мынандай да формула былай қойылғанда, мен бәрін зерттеймін ғой, нарықты зерттеймін, өмірді зерттеймін. Сонда Қытайдың алпауыт компаниялар Қазақстанға келеді, Қазақстанның жұмыс орнын ашады, өзінің мамандарын өздерінің қояды. Оларға үлкен айлық төлейді, қара жұмысқа біздің қазақтарды алады. Одан кейін біздікілер баяғы айлықтарына риза болмай, аналардың қанша айлық алып жатқандарын біледі, сосын солардың босағасында жүреді. Айлығымды көтер, жұмысты тоқтатып, забастовка жасап, неше түрлі. Ол қоғамда болып жатқан дүние. Солардың бізге жасаған нәрсесін өздеріне барып жасап жатырмыз да қазір. Мен барып ашқан кезде Шэньчжэнь қаласынан офисті аштық, ол жердегі Қытайларға қазақша ат қойып кеттім. Біреуде Сұлтан деп қойдым. Офистің басшысына енді тілің сынады, атын жаттау да оңай емес. Сен Сұлтан боласың дедім. Осы жердің сұлтаны. Екіншісіне Сапа деп ат қойдым. Сен ана тауардың сапасына қарайсың. Сосын біреу мынандай өнім шығарады екен. Заводы бар. Планшет шығарады, телефон шығарады. Сол бізбен қазір Асармен тікелей жұмыс жасап жатыр да. Біздің келіп жатқан телефондарын, планшеттерін сол жасап жатыр. Сен сен атың Өнімбек болады дедім. Өнімбек оның аты. Сонымен енді бізге заводтарын көрсетті. Бір жерде 400 адам жұмыс жасайды, бір жерде 500 адам жұмыс жасайды. Мыңдаған ана жерде Қытай жұмыс жасайды. Біз енді өзіміздің Асар өнімдері деген Асар баспананың брендін мен Қытайға торговый марка, сауда маркасы ретінде тіркеп қойғам. Қытайдың 45 түрлі саласына біз бренд қылып жасата аламыз да оны. Соны қазір Қытайлар заводтарға заказ қабылдап жасатады. Одан кейін интернет желісі арқылы сатады. Әлемге сатады. Көрмелерге қатысады. Бәрін сатады. Сосын өздерінің айлықтарын алады. Біздің ақшамызды бізге қарата жібереді. Өте жақсы. Бізге жұмыс жасасын да енді. Өте жақсы. Мына бұл алпауыт мемлекет. Жалпы біздің мемлекетте осы 30 жылға дейінгі аралықта кішкене есепке алып қарағанда біздің дарындар мен таланттардың әсіресе экономикада, әр салада жетекші маман ретінде қалыптасқан қыз жігіттердің бәрінің көбінің аяғында тұсау бар. Ал осы тұсауды сіз қаншалықты шеше алдыңыз аға? Осы тұсау сізге де түскен шығар? Жүген қорық деген дүниелер. Енді қараңыз, бұл кәсіпті жасау үшін қазіргі мен айтатын едім, қазіргі мынау үлкен деңгейге көтерілген кәсіпкерлер бұл қазіргі заманның батырлары. Өйткені кәсіпте бір үлкен нәтижеге шығу ол оңай емес. Әрине. Бір салада басында болады, бір кездейсоқтықтар болып қалуы мүмкін, бір сол заманның бір жаңағындай трендін ұстап алуы мүмкін. Бірақ білімнің аздығынан ол құлап кетуі мүмкін. Қаншама компаниялардың мені құлады, өзі банкротқа кеткен. Қаншама компаниям бар, бірақ мәселе құлағанда емес, мәселе сенің тұрғаныңда. Содан бір жаңағындай сабақ алып, арқараты келесі компанияны құлатпай, келесі компанияны қалай аяққа тұрғызу. Жас бала сияқты бұл. Кішкентай балаларға еңбектейді, жүру үшін тұрады, құлайды, жүреді, құлайды, ары бері тұрып сосын барып жүріп кетеміз ғой мысалы. Адамның өмірі. Бұл кәсіпте сол сияқты. Құлайсың, тұрасың, жүресің, құлайсың, қайта тұрасың, аяғынан шалатындар да болады. Онсыз болмайды. Енді өмір болғаннан кейін мынау бәсекелестік деген бар, көре алмаушылық деген нәрсе бар. Оның барлығын өттік енді. Енді Аллаға тәуба, біздің бұл Асар қазір шыны керек, былай үлкен кісілердің батасымен жүріп келатыр деп айтатын едім мен. Өйткені мұсылманның қаруы дұға дейді ғой. Дұға жасайды. Қаншама апаларым отыр,
қолдарын жайып Құдайдан сұрап. Мен өткенде Меккеде болған кезде қаншама адамдар қырылып жатыр екен, өліп жатыр екен, ыстық болып жатыр екен, амансың ба балам деп. Мен телефон толып кетіп оқып үлгермедім мен. Әлі енді 50 мыңға жуық адам оңай емес қой. Қаншама адам маған сообщение жазады, хат жазады. Сол кісілердің дұға тілектері, бұл өзі асардың келгені жалпы сол халықтың көз жасынан келген бе деп ойлаймын мен. Өйткені мен де сол ауылда асық ойнап, қой бағып, доп ойнап жүрген баламын ғой. Бірақ бала кезімізден әйтеуір біз математикаға жақын болдық. Біздің үй өзі сондай болды. Мұғалімдер жиналып алады, шахмат ойнайды, жаңағындай неше түрлі енді өнер адамдары бар. Солардың жанында отырып, атамыздың жанында бір дастарханда отырып, көп нәрсені бойымызға сіңірдік. Отанды сүю, енді отанды сүю иманнан дейді ғой. Бұл бала кезімізден болғанмен, мынау қазір дінге келгеннен кейін біз отанның қадірін түсіндік па деп ойлаймын. Өйткені сираны оқыдық, неттік. Әрине. Мына пайғамбарымыздың өмірбаянын қарап отырсаңыз, діннің қуатталуы үлкен сауда жолдарының бекемделуімен байланыстырылады. Осы кезде біздің діни басқарма әлеуетінше қаншалықты өздеріңіздей мамандар мен орынбасарға бекітіліп қуатталып жатыр? Діни басқарма енді біздің қазақ халқының үлкен қара шаңырағы ғой. Бүкіл діни мәселелердің барлығы, ол діни мәселе болғанда адамға керекті, осы өмірде керекті мәселелердің барлығы шешіліп жатыр ғой. Ғұламалар кеңесі бар, сосын барып арант мүшелері бар, жан-жаққа барып не қылады, дінді дұрыстап насихаттау үшін, басқа қылу үшін осы жұмыстарды атқарып жатыр. Соның ішінде мысалға имамдардың білім жетілдіру институты бар бізде. Қазір күні кеше ғана тағы да бір нелер ашылды, имандылық орталықтар ашылып жатыр. Діни басқарманың істеп жатқан істері өте ауқымды, өте кең, мықты, керемет. Бірақ оны бағалап жатқан адам жоқ. Бір демеп жатқан адам жоқ. Өз күшімен, өзінің әрекетімен, өзінің жаңа сауаттылығымен жасап келе жатыр. Жан-жаққа барып, шетелдерге, жаңағы алыс жақынды, жаңағы мұсылман елдеріне барып, имамдардың жаңағы хал ахуалы қалай болу керек екенін, жаңағы дін мен дәстүр мысалға қазіргі айтып отырған нелерімізді кітаптарын да шығарып жатыр. 7 бағытты жасап қойды, 7 бағытпен жұмыс жасау. Осының барлығы діни басқарманың ісі. Оны имамның өзі істей алмайды. Өкіл болсын, мейлі бір қаланың имамы болсын, істей алмайды. Діни басқарма бұл басқарма ғой, басқарып отыр осының барлығын. Дәл мына Нұрбол бауырымыз сияқты асар баспананы басқарып отырса, діни басқарманың да өзінің басшысы бар, муфтиіміз бар, жаңағы Наурызбай Қажы Тағанұлы бар. Міне соның қасындағы кісілермен ғалым ғұламалары бар, сансызбай шейхтар бар, көп қой бізде де оқығандар. Солар арқылы қазір барлық қазақ халқының менталитетін түзеп жатыр. Мүмкін емес, өте қиын. Қазіргі мына әлеуметтік жүйені қарап ашып қарасаң, неше түрлі нәрселер бар. Жастарымыз ағып кетіп қалып жатыр да соған. Міне Нұрбол бауырымыздың осы дін мен дәстүр бөлімін ашып отырғанда осы асар баспанада. Бізде де 50 мың халық бар да отыр ғой. Соның ішінде жастары да бар, үлкен апалары, басқалары да бар. Олардың өздеріне дұрыс бағыт бағдары керек та. Яғни мынау дінді дұрыс түсіну керек, дәстүрді дұрыс түсіну керек та. Бізде араласып кеткен барлығы. Дінді де, дәстүрді де, салтты да, сананы да, бәрін, әдеп ғұрыпты да, бәрін бір мағынаға салып жіберген да. Дін дәстүр болды, салты да сол. Салттың ішінде жарамсызы бар, жарамсызы бар. Дін құптайтын салттар бар, құптамайтын салттар бар. Тіптен кейбір салттар бар, күнәға жақын. Кейбір салттар ол дінде жоқ. Бірақ діннің өзіне жаңағы дәлел ретінде алатын салттарымыз да бар. Ұрсат берілген оның барлығы. Осының барлығын діни басқарма ұйымдастырып отыр, істеп отыр. Менің жаңағы сұрағымның айналасындағы мәселелер ғой, бұның айтылып жатқан дүниелер. Десе де мына сауда, кәсіп, бизнес дейміз ғой, қазіргі жаһандану тілімен айтқан кезде. Осыған біздің діни үкімнің тәртібі бойынша қаншалықты реттеліп жатыр дегенім ғой. Мына осы сауда саттық үкімі бар ғой, яғни бабу тижара бар, фиқта да. Ол кітап, үлкен кітап, сауда саттық бабы бар да. Бүге-шүгесіне дейін жазылған. Қалай сауда жасау керек екендігі мұсылмандардың. Мұсылман ешкімге өзінің ақысын жегізбеу керек, яғни біреудің ақысын да жемеу керек та. Хазіреті Омардың, радиаллаху анхудың кезінде
айтқан ғой, фиқ ілімін, сауда бабын білмейтін адамдар базарға кіргізбеңдер, сауда жасамасын деген. Себебі не? Себебі ол өзі де күнәға батады, өзгені де күнәға батырады да. Алдау бар, арбау бар, өлшеуі бар, бірліктері бар ғой. Метрлеп, жаңа тонналап, килограмдап, соны қанша қосып, қанша пайда көретінін барлығын сол бабы тижарада жазылған да. Мына Нұрбол бауырымыздан осы Асар баспаның ашарда барып отырмыз ғой, діни басқармаға бірге барып, фатуа сұрап, Сансызбай шейхтардан да. Сонда осының қаншалықты дұрыс екен шариғатта. Бұның ішінде сауда да бар, бұның ішінде дін де бар, бұның ішінде білім де бәрі бар да. Осы қаншалықты дұрыс бұрысын бізге пәтуасын берін деп барғанбызбен Нұрбол бауырымыз. Өте дұрыс аға. Нұрбол аға, мынандай бір адамдар мынандай бір кезеңдерге тұспа-тұс келеді. Мысалы, жетілу процесі дейміз ғой, жаңағы маман ретінде кәсіби тәжірибесі бар адам ретінде қалыптасқан кезде өз алдыңа тәуелсіз жұмыс істегің келеді. Мысалы, мен шығармашылықта, жазушыңызда өз деңгейімді қалыптастырып, ақыры межелі деңгейге жеткеннен кейін жеке бағыныштылықсыз жаңағы бір кісінің қол астында болмай, өзіңмен өзің еркін халыққа, қазаққа пайда тигізгің келетін сәттерде бір ұрынбайтын жерлерге ұрынып қалып жатамыз. Осындай сәттер сіздің жалпы осы кәсіби тәжірибеңізде болған оқиғалар бар шығар? Енді әрине мен өзім көп сенгіш адаммын да. Жаңағы біреу күліп келіп, күлімдеп келіп қараса, мен сеніп қаламын негізі. Жаңағы көңілін қайтарғым келмейді, сондай дүниелер болады да. Енді бұлай жаңағындай осы даму жолында мен маған жақын тартылған жігіттер болды. Жақын тартылып, бәріміз бірге істейік, мынаны көтерейік. Біз ауыл шаруашылығын көтермекші болдық. Ондай да шаруалар болды. Сол кезде айналып келген кезде барлық маған аузын ашып қарап отырады екен да. Иә деп жаңағындай жел беріп қояды, былайша айтқан кезде. Ал айналып іске келген кезде өздері жауапкершілік алғысы келмейді. Мынау деп көрсетіп отырады. Батылдық жоқ. Батылдық жоқ та, міне деп отырады да. Ол тәуекелге бара алмау да, адам. Тәуекелге бара алмау. Одан кейін бізде қазір көп халық күйіп қалған. Неше түрлі сетевой компаниялар болды, неше түрлі пирамидалар болды, сондай адамдарды шақырады, адам тарту керек, адам шақыру керек деп сөйтіп жүреді да, ертең анау бәрі құлаған кезде бүкіл адам анадан келіп сұрайды. Сен мен шақырғасың, сен менің ақшамды тауып бер, сен сөйттің, сен бүйттің деген сияқты дүниелер. Ондай дүниелер өте көп болды. Мен оның бәрін көз алдымда өткізген адаммын да, көріп. Бірақ жаңағындай күліп келсе, жаңағындай соған сеніп қаламын. Бірақ осы асарда мен уже дайын келдім да бұған. Бұндай үлкен дүние, былайша айтқан кезде партнер керек емес бұл жерде. Бір адам ғана басшы болу керек та. Уже сен жаныңа бір серіктесті алдың ба, ол серіктес ертең басқаша ойлауы мүмкін. Ол өзінің пайдасын ойлауы мүмкін. Одан кейін құлатуы мүмкін да. Сондықтан мынау үлкен жұмыс қылып мен әлгі формуланы бәрін шығарған кезде серіктес болайық деген адамдар болды. Мен жоқ. Бұндай дүние жалғыз адам жасайды бұндай нәрсе. Сен тәуекелің жетпейді сен. Белгілі деңгейге дейін жетуі мүмкін. Бірақ артында. Жоғарғы деңгей өзі адамның әр нәрсенің өзінің былайша айтқан кезде еритін температурасы болады дейді ғой. Сол кезде еріп кетуі мүмкін да. Бірақ жауапкершілік менің мойнымда да. Сондықтан мен тәуекелге барған кезде қазір осы уақытта ешкімді жаныма ертпейтін болдым. Менің көмекшілерім бар. Мен кез келген саланы алған кезде де өзім бастайын бірінші, өзім анан аяққа тұрғызам, сосын сол жерге адамды қоямын. Сонда мен қадағалай аламын да. Тағы да бір направление, бір бағдар ашылама, соны барлығын өзім қоямын, сосын адамды қоямын. Одан кейін бақылап отырамын. Қазір менің жұмысым тек қана қадағалап отыру. Барлығын қазір бақылап отырмын. Енді бүкіл мынау Қазақстан бойынша қаншама кеңселеріміз бар, мысалы 25 қала оңай емес, 30-дан аса кеңсеміз бар. Барлығын мен қадағалап отырмын, барлығын білемін. Барлығы маған тікелей шығады, тікелей не болып жатқан шаруалардың бәрін қарап отырамын. Олай жасамасам болмайды. Енді аяқтан шалу дегенде мәселелер бар. Бірақ мен енді ол нәрсені қатты былай не деп ойламаймын. Проблема деп ойламаймын. Өйткені
Мен білемін, мен таза жұмыс жасап жатқанымды. Мен қанша рет жолдауда жасадым. Мына мемлекеттік тексеру органдары бар. Оларға да мен тікелей эфирде жолдау жасадым. Мынау кабинетте отырып, қолға мынандай кодексті ұстап алып, мынанікі дұрыс емес деп айту дұрыс емес. Келіңдер, сөйлесіңдер менімен, көріңдер, счеттарымды тексеріңдер, зауыттарымды тексеріңдер, халықпен сөйлесіңдер, арасына кіріп тексеріңдер депші. Былай жаңағыдай кабинетте отырып емес. Міне сондай да тексеруден өттік. Аллаға тәуба, барлығы жақсы. Енді келешекте де бұл бәлкім бір адамдар ұнамауы мүмкін. Халықтың бүйтіп жаңағындай көтеріліп, жаңағындай жағдайларының жақсарып жүргендері де ұнамай қалуы мүмкін шығар бәлкім. Бірақ шегірткеден қорыққан егін екпейді дейді ғой қазақ. Мен анау келеді екен, мынау келеді екен деп мен қорқып отыратын менің уақытым жоқ шыны керек. Әрине. Тек қана алға. Тәуекел мұратқа қарай. Қазақта айтады ғой, тәуекел істі жел қайық өтесің де кетесің деп. Уайым өтен ғой, батасың да кетесің деп. Тәуекелділік күшті дінір екен. Әрине. Айтекебе бабамыз айтады ғой, кісі туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған тауға жолығады, жол қуған қазынаға жолығады. Сол жолдағы мұраттас ниеттес ағаларымыз бүгін үлкен компанияны ашып соның тізгінін ұстап отырған күннің өзінде де сыртқы күштердің әсер етуі болады. Өйткені бәсекелестік қашан да адамды алға сүйрейді. Бірақ шынайы болса бол. Енді біздің Дәурен аға, қазір салалық мамандар діни басқарманың өзі әр салаға байланысты, қоғамда болып жатқан оқиғаларға байланысты жетекші мамандарды тағайындап отыр. Ол ғұламалық кеңес болсын, ол әр облыс өңіріндегі ауыл аймақтағы имамдар болсын. Осы кезде біз діни таласқа түсіп қаламыз ғой. Мысалы, мына сектанттар бар, мына сектанттар бар. Болмаса біздің түп шежіремізден келе жатқан ишандық мектеп бар. Осының аражығын қаншалықты біз қазір дәлелдеп, айырып, айшықтап халыққа түсіндіріп жатырмыз. Бұл енді сопылық жол дейді ғой. Ілгеріде бұл жолды жақсы ұстанған, дұрыс болған, өте абыройлы болған. Яғни бір сөз бар ғой, сопылық жолы өзі ауыр жол, ұстасаң оны тәуір жол депті. Ол тәуір жол, дұрыс жолда, ол тақуалыққа апарады адамды. Мына адам жаңағы жекеленіп, жекедара құлшылыққа көшкеннен кейін, зікірі көбейгеннен кейін, шүкірі көбейгеннен кейін, фікірі көбейеді. Фікірі көбейген адамға көп нәрсе көрінеді. Көрінгенде қалай? Сезіледі, білінеді. Ол сондағы кезіндегі жаңағы ишан болып жүргендер, пір болып жүргендер, сондай бір бөлмеге кіріп алып, тек қана Алламен зікір етіп, Алланы фікір етіп отыра беретін болғанда. Сонда келген адамды алдында, келген адам басқа-басқа нәрселерді бағыт-бағдарын түзетіп отырған, беріп отырған. Сен жүре аласың, сен мына ілімді ал, сен мына ілімді ал, сен жаңағы тәфсир ілімді, Құранның мағынасына түсінуге, сен фиқ ілімін ал, сен осын көтер аласың деп біліп отырған да ол кісілер. Көрдіңіз ғой? Бұл өзі сопылық жол, тәуір жол ғой, оны ұстану да ауыр да оны. Ал енді діни басқарманың қазіргі таңда жалпы бұл сопылық жолға бірден көшіп кеткен жоқ. Және оны жаңағы имамдардың барлығы сопы болып кеткен жоқ. Бірақ ана сопылардың айтатын бір сөздер бар, бір сіздің бірі шайтан деп. Ұстазсыз адам ұстазсыз болмайды ғой. Мектепте де ұстаз бар, университетке, институтқа келсеңіз де ұстаз бар, намазда да тіпті үйрететін ұстаздар болады. Сауда саттықтың да өзінің ұстаздары бар, дұрыс қой. Үйретеді, басына өткен қиындық, құлағаны бар, қайта тұрғаны бар, сол сияқты ғой. Сонда ұстаз болу керек та барлық нәрсенің. Діни басқарманың, дін өкілдерінің барлығының бір ұстазы болу керек. Мысалға бізде бір нәрсе жетпейді деп мен өзім ойлаймын. Біздің арамызда, біз халықтың арасында, қара халықтың арасынан, бұқара халықтың арасынан бір көсем шығу керек. Мысалға ирандар шиит дейміз ғой, соларды алып қарайтын болсақ, олардың арасында көсемдері барды. Сол шешеді бәрі мәселе. Діни тұрғыда да, өкіметтің несін мәселелерінде көп нәрселерді солар шешеді. Сондай бізге бір не керек ау деймді. Толға, яғни бір лидер керек та. Дін адамдардың барлығын, бүкіл халықты тура жолға, тура ақылын айтып басқарып отыратын бір сондай лидер адам керек бізге де. Өте жақсы. Өйткені
жастар сондай бір адам болатын болса, басшы болатын болса, рухани басшы болатын болса, бүкіл соны тыңдайды да. Имамнан гөрі соны тыңдайды. Ол жасы үлкен болу керек. Ол жаңағы сопылық жолда болған адам, сол жолда жүрген болу керек. Оның өзінің шарттары бар да. Сонда ғана біздің ел, халық түзеледі деп ойлаймын. Қазір әркім арбасын өзі әр жаққа қарай сүйреп жатыр ғой. Әркім әр нәрсені айтып жатыр. Қазір демократия дейме не дейді? Рұқсат берілді ме білмеймін ғой. Бәрі осы әлеуметтік желіде өзінің ойларын айта береді. Болмайды ол. Бір рухани бір басшы болу керек те бізде. Өте дұрыс айтасыз. Мынандай бір қағида бар, аға. Бағана біз ұстазсыз шәкірт тұл деген Хакім Абайдың сөзімен тілге тиек еткен кезде бір дүние ойға келеді. Совет үкіметі кезінде тұтас халықты тәрбиелеген рухани орта болды ғой, Қазақстан Жазушылар одағы. Үлкен мүйізі қарағадай өсіп бастаған ұлы классиктердің легімен келген таланттар бір халықтың рухани әлеуетін дүркіретіп тұрды, өзге елдің отары болса да. Ал қазір сондай қыз жігіттердің шоғыры жоқ емес, арамыздан Құдайға шүкір бой көрсетіп келе жатыр. Соларға біздің Асар компания қаншалықты демеушілік көрсетіп жатыр. Сондай жігіттердің бас аяғы көрінсе, сіздің қас-қабағыңыз, ішкі мейіріңіз, жасап жатқан жұмыстарыңыздың бәрі бізге тайға таңба басқандай белгілі десе де, осындай азаматтарды қолдау үшін әлде қандай бағыттарды ұстанамын деп ойлайсыз? Енді қазір біз Асар жастары деп бөлім аштық, Асар жастарының ішінен. Фильм түсіріп қойдық. Жастық шақтың қадірін түсіну үшін қазіргі енді жас балаларды, көбінесе жастарды телефон тәрбиелеп жатыр. Телефонның ішіне кіріп алаттаған, кім не айтып жатқаны белгісіз. Неше түрлі боғауыз сөз айтатындарды тыңдайтындар болады екен өзі. Одан кейін анау біреуді ғайбаттайтын нелер болады. Сондайға отырып алады да отзыв жазып отырады. Әрқашан біреуді даттап, біреуді не етіп, сондай болып отыр да. Сондықтан Асар жастары қазір жастық шақтың қадірі деп қайтадан 18 деген фильмді түсірдік қой, Құдай қаласа, енді ол үлкен экраннан шығады. Өткенде несі болды деп айттық. Енді жастарды, біздің келешегіміз жалпы жастар ғой. Енді жастарды біз тәрбиелеуіміз керек. Осы жоба басталғалы қаншама жақтан талантты жастар хабарласып отыр. Ата-аналар хабарласып отыр. Менің балам осындай мобилографияны жақсы біледі. Менің балам режиссер, менің балам продюсер, менің балам осындай, менің балам осындай. Осындай талантты жастардың басын біріктіру керек қазір. Бір орта болу керек. Біз көп халық емеспіз да, миллиардтаған халық емеспіз ғой біз. Бір аз ғана халықпыз, осы үлкен жерде отырған. Сол жастардың басы құралса екен, осы келешек үшін бір жаңағындай дайындық жасаса екен. Өйткені елдің тізгіні ертең солардың қолына қарайды. Бәріміз соларға қараймыз ертең. Енді Алла ғұмыр беріп, жаңағындай соны көретін болсақ, сол жастар осыны басқарады. Бірақ кім бізді басқарады? Мәселе осында да. Сондықтан қазірден бастап, кезінде Совет үкіметі кезінде білесіз, балалардан октябрят деп, бірінші класстан бастап, одан пионер, комсомол, сол кезде бесіктен бастап тәрбиелейтін ғой, былайша кезде. Рет ретімен. Сондықтан біз қазір жастарды, енді мына орта буынды бәлкім тәрбиелей алмауымыз мүмкін. Бірақ беті бер қарап жатқан адамдар бар. Мен түсіндім, мен қаншама нәрсені зерттеп келіп, бір нәрсені түсіндім да, бұл адамдардың іш нәрсені тыңдамауы, іш нәрсеге бағынбауы, бұл проблеманың көптігінен екен. Ол ешқандай позитивті кіргізбейді, әбден қарыз, кредит деген дүние байлап тастайды. Кіріп алғаннан кейін адам жақсы нәрсені көрмейді, тек қана жаманшылықты көреді. Бір нәрсе айтсаң, қоя сал, тыңдамайды, агрессивный, мінезі өзгеріп кеткен. Бүгін мен бір адамды мысалға келтірдім, ол кісімен жаңа неде автосалонда жолығып айттым, сізді бұл мысалға келтірдім десем, 8 кредитімді айттыңыз ба дейді. Иә дедім. Ол кісі Асарға келгенде 8 кредит болған ғой. Бүткіл банктан кредит болған. Одан кейін анандай микрокредит организациялар бар ғой. Сондайлардан алып тастаған екен де 8 кредит басын көтере алмайды. Біз өткенде тауда бірге болдық, бір туған күнде болдық. Сол кезде ол кісі өлең айтып отыр да. Тілек айтып. Сосын айтады, мен өзгеріп кеткенде өзім байқамай қалдым дейді да. Білмеймін дейді да, мен бұндай емес едім дейді. Мен вообще үндемейтін адам едім дейді да. Не болды десем, мен 8 кредитім болған дейді да, соны жаптым дейді да. Осы Асарға келіп жаптым дейді да. Просто Асарда біз үлкен бір формула көрсетіп қойғанбыз, адам бұның Асардың ішіне кіргеннен кейін ары қарата өзінің жолын, өзінің жаңағындай болашағын, өзінің суретін сала береді бұл жерде. Мүмкіндік ішінде өте көп та. Көп адам бүйтіп сыртынан қарайды да,
ақша салу керек пе екен бірдеңе деп ойлайды. Жоқ, ондай дүние емес бұл. Барлық нәрсе шын жүрекпен, ниетпен жасалынады. Кейбір кісілер айтады, гарантия бар ма деп менен сондай сұрайды да, гарантия. Ол гарантияның таяқтың екі ұшы дейміз ғой. Гарантияның мына бір ұшы тәуекел деген болады. Екіншісі гарантия болады да. Сен постоянно гарантия жағында жүретін болсаң, гарантия сен қолынан түк келмейді, өмірің босқан босқа өтеді деген. Постоянно гарантия іздеп жүрсің да. Мен айтамын, гарантия біреу-ақ, өлесің. Сол гарантия. Бәріміз өлеміз. Енді өйткені Алла тағала оны Құранда бекітіп берген де. Жан иесі өлімнің дәмін татады деген ғой. Иә? Бәріміз өлеміз, ол гарантия. Бірақ енді сен жетістікке жетесің ба, или кедей болып өлесің ба, бай болып өлесің ба, шешім өзіңде де. Алла тағала таңдау берген да бізге. Тәуекеліне байланысты. Иә. Алла тәуекел етушілерді жақсы көреді. Жақсы көреді. Тәуекел ету. Тәуекелейін. Иә. Ал тәуекел етпесең, пожалуйста, гарантия іздеп жүр. Какая гарантия? Сен мысалы машинаға отырасың, ана қалаға ұшасың, жүресің мысалы. Орта жолда қаншама машиналар аварияға түсіп жатыр. Сен шопырға айтпайсың ғой, сен мен аман есен жеткізесің ба, гарантия бересің ба деп. Немесе ұшаққа отырған кезде авиакомпаниядан сұрамайсың ғой, біз действительно қонамыз ба, Астанаға қонбаймыз ба деп. Ешкім гарантия бермейді да ондай. Бірақ адамдар гарантия жүреді. Иә, бірақ ұшады да. Сол сияқты ол да. Темірге сенеді да жаңағы. Адамға сенбейді, гарант бар ма деп. Мына бір кездері біздің діни басқарманың шеңберіндегі ұстаздардың барлығының үгіт насихаты тереңделіп, кәдімгідей Қазақстан бойынша жалпасқан кез болды. Ол мынау 2007-ден бастап деп алып айтайық. 2007-ден осы 2016-ға дейінгі аралықта кәдімгідей бүкіл халықты рухани әлеуетке тәрбиелеу. Мысалы Арман ұстаздар, Ерсін ағалар, өздеріңізде бар солардың арасында. Қазір неге осының насихаттау үлгісі қаншалықты дамып жатыр? Бәсеңдеп кеткен жоқ па? Ол бәсеңдеген жоқ, болып жатыр, бірақ дегенімен де қазір оның да бір қадірі болмай қалған сияқты. Мен өзім басымда бір нәрсені айтайын. Кезінде Абдулла Қажы ұстазымыз ғой, Абдулла Жолдас марқұм қайтыс болып кетті. Шымкентте. Сонда ол кезде телефон жоқ, ол кезде кассета еді мынандай. Романтика сияқты кассеталар бар. Соған жазып алатын уағызды. Сонда жұмаға баратынбыз біз. Сол кісінің уағызын тыңдауға да. Сонда жаңағы микрофон бір кезде мыңғырлап қалады. Қап деп отырамыз, мұқият тыңдап отыратынбыз. Ол кезде жаспыз ғой енді. Соны бір апта келесі жұмаға дейін миымызға сіңдіріп есімізден шығармайтынбыз. Ана қадір қасиетін қара уағыздың да. Енді қазір мынау телефонда көбейіп кетті ғой қазір. Анау да айтады, мынау да айтады, бәрі анау сиыры жоғалмаған, бәрі ақылшы болып кетті ғой. Қазір ақыл айтатын да көбейіп кетті, шариғат айтатын да көбейіп кетті. Қадір қалмай бара жатыр. Содан кейін ба қазір шамалап қалды. Алдың енді жақсы еді. Ол үлкен стадиондарға, үлкен нелерге, клубтарға жинап, уағыз деген мықты керемет айтылып жатқан еді. Өкімет жағынан да жақсы бір көмектер болғанда енді рұқсат беріп, жастарымызды түзейік деп. Қазір енді телефон шыққаннан кейін бәрі телефонға көшіп кетті де, ондай жиынға бармайтын болып қалды. Үйде тыңдай саламыз деп. Бірақ енді сол үйде тыңдап жатқан әркім қалай ана Альхамды біреу болғанымен ауыз бірнешеу деп баяғыда ұстазымыз Абдулла Қажы айтатын. Біреу былай оқиды жіңішкемен, біреу жуан оқиды, біреу созып оқиды, біреу қысқа оқиды. Альхамды біреу ғой, бірақ ауыз бірнешеу ғой дейтін. Сол сияқты шариғат біреу, бірақ айтылу қалай да. Әркім өзінің ойымен жаңаға Нұрекең айтқандай бір деңгейге жеткенде күйіп кететіндей. Сондай деңгейде айтады, одан жоғары, білімі жоғары. Астындағы анау білімі нашарлар, білімі саяздар, таяздарды айта беретін болды ғой. Содан кейін қадір қасиет қалмай бара жатыр. Біреу былай сөйлейді, біреу қайсын тыңдаймыз деп қалды да елдер. Содан кейін барып қазір шамалап қалдық, кішкене тоқтап қалдық. Мына қазір мысалы әлеуметтік желіде отырмыз, бұл нарықтың бізге берген жеңісі де, жемісі де. Бірақ жеңісін көріп отырғанымызбенен оның кесапатын да көріп отырмыз. Осыған біздің мемлекет, әрине бұл сіздерге қойылатын сұрақ па білмеймін, бірақ азамат ретінде өз позицияларыңызды тыңдағым келеді. Мемлекет осыған арнаулы бір программа, жүйе қалыптастыру керек шығар. Мысалы, Қытай мемлекеті тұтастай әлеуметтік желіні болмайтын былапыт сөздерге, не болмаса түрлі алуан түрлі сайттарға шектеу тастаған. Заң жүзінде оны нақтылап бекіткен. Бізге де бір заң керек шығар. Керек. Өйткені мына діни уағыз насихаттарының барлығын реттеу керек. Бір тәртіпке түсіру керек. Тек қана діни басқарманың өзінің ғалым ғұламалары ғана, кеңес мүшелері отыр ғой ғалымдар, солар ғана уағыз айтса.
кез келген имамның, кез келген жаңа шариатты білетін адамның уағызын шығара бермесе, әлеуметтік жүйеге де, тек қана ғалым ғұламалардікі айтылып отырып солар шығаратын болса, онда тәртіп әдемі болады. Онда шариат бәрі бір ғой, шариат. Бірнеше ауыздың бәрі бір ауыздан шығатын болып қалады да. Әрине. Керемет жүйе болар еді ол. Өкімет қолдаса ие. Қазір мынау әлеуметтік желіде кезінде жаңағындай бір жарты сағат уағыз айтатын. Одан кейін ақырындап мына Instagram, TikTok дегендер мысалы уже ұзақ нелерді кіргізбейтін болды, там жарты минут айтатындай болып қалды. Там адамдардың да несі шыдамы таусылып бара жатқан сияқты, анау сонымен бірге қысқарып кеткен сияқты. 15 секундта айтуым керек. Сондай ана өткенде ана кімнің айтқаны бар еді, Ризабек ұстаздың. Bir кезде осы жарты сағат айт деп айтатын. Сосын бүйтіп қысқарып бір күн тақырыбын айта салатын шығармыз депші. Сол адамдар уже тыңдамайтын болып бара жатыр да. Тақырыбына ғана келіп жатыр. Сондай біз кезінде мына ауылға мен барған кезде сенбілік шай деген жасайтынбыз неде, мешітте. Мені ауыл имамы тосып отырады. Сосын жаңағындай оқып келген, бізде Масанчыда оқып келген жігіт болатын, Мирас деген өте білімді жігіт. Біз енді көбінесе соны алшы деп сұрайтынбыз да. Сол жігіт өте керемет Құранды ашып қойып жаңағындай аударады. Олар да білім жағы өте жоғары да. Өте жоғары. Сол жаңағындай келіп бізге сол Құранды ашып тәпсірін айтып беретін еді да. Ол жақта имам Құртубидің несімен жаңағындай тәпсірімен барлығын бүгін шегесін ашып айтады. Сонда мен сенбі күні барам ауылға, сосын сенбілік шайт жасаймыз, жамағатты жинаймыз. Енді кішкене ауылға діннен насихат болсын деп айтатымыз да. Сонда бізде ана ютубтан тыңдап алған кісілер болады. Неге тыңдамайды жаңағы. Енді бір сұрақ қоямыз ғой біз енді ұстаздың аузынан естейік деп. Бір сұрақты қойып қалса, тоқташы, мен айтам, мен жауабын айтам дейді. Ұстаз былай тұра тұрады, оның жауабы мынандай дейді. Сонда ана кісі күледі, сіздерде бәрі шейх қой дейді ана жерде. Сондай да, бәрі пәтуа бере береді былайша айтқан кезде. Ол емес, ол былай, ол емес былай депші. Бізде енді сол жаңа ұстаздың айтып отырғаны дұрыс, жалпы бір тұлға болу керек. Жаңағындай айтатын да, соны тыңдайтын. Бізде кезінде кім болды ғой, мысалы біздің Қазақстанда соны көп тыңдады. Қырғызстанда Чубак Қажы. Ол кісі кәдімгі қырғыздар ұйып отырып тыңдайды. Ол кісі қатты айтатын да. Одан кейін ол кісінің жаңағындай қалжыңдап та айтатын нелер бар, өзінің бір психологиясы бар еді, адамға жеткізу. Біздің Қазақстаннан да көп болды ол кісіні тыңдайтындар. Көп болды. Сол сияқты бір енді дұрыс нені айтатын ғана адамды шығарып, қалғандарына кішкене шектеу берген дұрыс еді негізі. Сол ғой. Тәртіп болады. Әйтпесе бәрі өзіне канал ашып алады да, ұрып отыра береді. Анау видеода, мынау видеода салыстырып кетеді адамдар. Оның үстіне сосын жат ағымдағы жүргендер, деструктивтегі жүргендердің өздері де ашып алады да, сосын өздерінкін айта береді олар. Сонда адамдардың миы ашып алады, қайсын тыңдарын білмей қалады. Қытай негізі дұрыс жасайды. Дұрыс? Мына сауаттылық деген дүниеге келіп тіреледі ғой бұның барлығы. Кім кадр, кім қай салада кәсіби маман, сол маманға белгілі деңгейде мемлекеттің рұқсаты болу керек. Сол маман құпталған халыққа ол кәдімгідей мойындалған адам болу керек. Сонда ғана ол каналын ашса да, пәтуасын айтса да, ғұламалық кеңеске мүше болса да, мысалы діни басқармада жүрген. Соны ақырын қоғам өз ретін табады деген ойдамыз. Мына тағы бір дүниенің бір ұшығы шығады. Мысалы біздің кезінде мәдениет қайраткерлері, өнер адамдары болды, талантты адамдар болды. Солар келе де үлкен діни мәселелерге ұласып келіп жатқан дүниелерді өз бағыт бағдарына құлқынына көмейіне жұмсайтын адамдар болды. Солардың санамалап атын атап түсін түстемесек те ол кісілер белгілі адамдар. Олардың мәдениетке сіңірген еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Бірақ діни мынау дүниелерге әкеп тіреген кезде көп қазақтың балаларын қыршындай қиып жіберді. Бұна қазір ара жігін ажырата алмайтын ел болмайды десе де осын түптеп келгенде халық ақтап ала ма, жоқ болашақта даттап ала ма? Ол жағын енді білмедім, бірақ сол жаңағы ол кісілердің айтып отқан нелерін барлығы осы дін мен дәстүрді ұштастырамыз деп, дінді дәстүрге тығып жіберіп, дәстүрді дінге тығып жіберіп, сөйтіп өздері ажырата алмайды. Өзі ажыратқанымен де толық білімі жоқ, діни білімі жоқ. Сосын дін жағынан да сөйлеп қояды. Шариаттың бір қиын мәселелерді де айтып қоятындар болды. Әрине ол енді дұрыс емес. Енді қасапшы мал сойса да қасапшы сойсын дейді ғой, не сойса да,
маманы, діннің маманы ма, сол сөйлеу керек қой. Ол мәдениеттің маманы сөйлей берсін мәдениет жағынан, дұрыс па? Мысалға, Асар баспананың маманы Нұрекең өзі біледі. Жаңа формулалардың бәрін шығар, біз оған басымызда жетпей, шығара алмаймыз. Шыны керек. Сөздің ашығы да, математикадан өзін ашыр оқы математиканы. Иә. Сондықтан әр өзі бір осы жерде бір мысал айтып кететін пайғамбар алейхиссалату вассаламға бір кісі келіп сұрайды ғой. Мәтә саа деп. Қиямет қашан болады? Я Алланың елшісі, сен білесің ғой. Айт деп те. Ида уди'атал амана фантазиру саа деген. Аманат құрып жоғалып кеткен уақытта қияметті күте бер деген. Аманат жоғалды ма? Аманатқа қиянат қылынды ма? Болды, күте бер қиямет. Қиямет болып жатыр. Білмейді адамдар. Мысалы, медицина саласын білмейтін адам келіп, министр отыр да. Мысалға да. Мәдениет, спорт саласын білмейтін адамдар келіп, мәдениет министрі болып отыр да. Дым білмейтіндер да. Бұлардың бәрі аманатқа қиянат қылып отыр. Мен енді оларды даттап отырған жоқпын. Бірақ пайғамбарымыздың айтқан сөзі осы жерге дәлел болып отыр да. Қирап жатыр ма? Қирап жатыр. Қиямет болып жатыр ма? Медицина саласында болып жатыр. Болмайтын нәрседен адамдар өліп кетіп жатыр. Болмайтын медсестралардың жаңағы қателіктерінен кетіп жатыр, мүгедек болып жатыр. Спорттан кеше міне бүгінгі қазір Олимпиада Париждегі айтылып жатыр. Әр нәрсе өзі маманымен басқарылатын болса, онда қиметте болмайды. Шыны керек. Иә, енді үлкен қияметтің болатын ол алдағы Алла біледі ғой, оның қашан болатынын. Бірақ кіші қияметтің қазір бәрі болып жатыр. Аманатқа қиянат болды, бітті, күте беру керек. Нені? Қияметтің болатын. Ол қиыншылық, ол азап, ол жаңағы ауру, қиындық, қарыз, жаңағы кредитке батып кету, бәрі содан болады. Бір бұлаға біз алдында ғана Астанадан тікелей келген менің үлкен ғалым досым болды. Бір-екі күн біздің үйге түнеді. Сол кезде екеуміз ауыл елін араладық. Машинасымен келген екен. Көлсай жаққа бардық. Сол кезде ауыл елін аралап, халықтың жалпы әл-ауқатын көрейікші, осыған дейінгі деп кішкене анализ жасаған болдық. Сол кезде байқап отырсақ, сол кездегі мысалы шаруашылық қожалығына байланысты, не болмаса өндірістік, туристік орталықтарға байланысты хал-қадри тіршілік етіп жатқан отбасылар бар. Қол аузына жетпей жатқан бағана кредитке байланып отырғандар да бар. Бірақ ана тұрымтай тұсынан балапан басынан әлі бір жармаған балалар, қала көрмеген, ел көрмеген, тек осы шеңбердің ішінде қалып қойған балалар. Ертең болашақта олардың болашағынан ата-ана үміт күту керек па? Кім қамқоршы болу керек? Мемлекеттік деңгейде соларға қаншалықты мүмкіндік жасалып жатыр? Жасалынбай жатқан жоқ қой. Енді бізде мынандай мәселелер бар да. Жалпы заң шығады. Егер де қағаз жүзіне мемлекеттің бағдарламаларын қарасаңыз, керемет. Ана бағдарламаның барлығы жұмыс жасап тұрса, өте керемет та. Бірақ соны мына төменгі жақтағы, енді төмен жақтағы адамдар үшін олар жоғары жақ, жоғары жақтағы адамдар үшін олар төмен жақ қой. Солар мысалы соны дұрыс жеткізе алмайды. Мен кезінде осы ауылдың әкімдерімен біраз нелерге бардым. Дебат дейді ғой былай, жаңағыдай пікірталас, жаңағыдай қалай депші. Сонда мысалы ауылдың әкімі, ол тікелей сол ауылдың президент десе болады. Өйткені президенттің өкілі ғой ол сол жерде отырған. Мемлекет сол ауылды басқарып отыр да. Бірақ мемлекеттің бағдарламасын білмейді. Мысалы ол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы болды, мысалы елбасы, ол кісінің жаңағындай қойған жоспары болды. 2030-2050 мысалы алдыға қойған жоспарлар бар да, бірақ оны оқымаған, оны білмейді. Онда қалай жүреді? Мысалы мемлекеттен бөлінетін қаншама гранттар бар, қаншама ақшалар бар. Ауылы жылы деп 3 жылда арнады мысалы. Сол ақшалар келді ме ауылға? Келген жоқ. Белгілі бір адамдар алды, танысы бар, тамыры бар адамдар алып, ақырындап кәсіптерін дөңгелетіп, әлі күнге дейін отыр. Бірақ қара халық оның бір нәрсесін де көрген жоқ. Мысалда, сондықтан біздер отырған адамдар кішкене соған жаңағындай мән берсе деп ойлаймыз да. Біз қазір де осы Асардың ішінен кәсіпкерлер палатасын ашайық деп, мен қазір кәсіпкерлердің басын ақырындап құрып жатырмын. Бізге енді біраз үлкен кәсіпкерлер келіп жатыр. Сол кәсіпкерлермен бірігіп ортақ дүние ашайық. Ол қалай жүзеге асады? Бізде мысалы сол кәсіпкерлердің өзінің кәсібі, мысалы сіздің кәсібіңіз бар, менің кәсібім бар, сіздің кәсібіңіз бар, мысалы өзіңіздің нәпақаңыз тауып жеп отырған, бала шағаңыздың ризық несібесін айырып отырған. Бірақ біз үшеуміз ортақ бір нәрсе ашайық та, содан түскен пайданы алмайық, бір тиын алмайық.
халықтың дамуына жіберейік. Дамуына. Мына ішкі мына өндірісті дамытайық. Содан түседі. Мынау бір кішкентайын ашамыз қазір. Осыдан түскен ақшамен екіншісін ашайық. Одан кейін екеуінен түскен нәрсемен төртеу ашайық. Ақырындап халыққа жұмыс берейік. Анау небір таланттар бар. Таланттың бәрі негізі ауылдан шығады. Сол таланттарды бері тартайық. Қазір тіпті жақсы. Мен мына білім саласында енді көп жерде айтады, мына ауылда білім жақсы береді екен. Қалаға қарағанда ауылды жердің білімі жақсы деп. Біз өзіміз ауылда өстік қой, мысалы ауылдың білімін алдық. Қаланың мектебінде оқып көрген жоқпын. Бірақ негізі айтады, сол ауылдың білімі жақсы екен деп. Ол жерде неше түрлі жаңағындай КВН-дар ұйымдастырады жаңағындай. Біздің заманымызда солай болды да, мына баланың дамуы үшін көптеген дүниелер жасалынады. Енді баланың мектептен басқа ол жерде баратын дүниесі жоқ ауылда. Былайша айтқан кезде мектепке барады, сол жерде бір кружоктар болады, сөйтіп дамиды. Сол балалар сол жерден білімін алып, енді былай ұядан ұшатындай деңгейге жеткен кезде, сол балалар бері қарата келеді, олар бәрін аулада қалып қоймайды, қалаға қарата келеді, өздерін іздейді олар. Білім іздейді. Вот сондай жаңағындай үлкен жаңағындай жолға, болашаққа қадам басып келе жатқан балаларды жалпы біз осы ғасырға тартсақ. Біздің ниетіміз осы. Уже дайын келеді, ауылдан оқып, жаңағындай ұясынан тәрбиесін алып, қазақилық тәрбиесін алып келсе, бізге жеңілдеу болады, өзіне де жеңілдеу болады. Өте жақсы. Жалпы жастардың сауатын ашу керек қой. Әрине. Міне жалпы бар ғой, жастардың сауатын, одан кейін қазір халыққа ұстаз керек болып отыр қазір. Халықтың өзінде, қара халықтың қазір не жеп не ішіп отырғандарын білмейді. Халық арам мен адалды айырамай қалды қазір. Айырамайды. Қазір мысалы мен Қытайда болдым, Қытайлардан сұрадым мен. Мен Қытайлардың миын неғұрлым жаңағындай ашып, ішіндегі информацияны алу керек болды да, біраз білім. Сұрақ қойып отырдым да оларға. Мынандай мәселе қалай, сен мына жерде қалай ойлайсың, сен қалай ойлайсың деп, олардан бір ортақ мына сол компанияға байланысты сұрақты, үлкен сұрақ белгісін қойдым да, сосын жеке-жеке сұрадым. Сен не ойлайсың деп. Сонда аналар әркім үш түрлі жауап берді маған. Үш түрлі жауап берді. Сосын айттым, сендер енді осының барлығын жүйелеңдер. Негізі жұмыс былай жүру керек. Менің көзқарасым мынандай дедім да. Ана үшеуінен қосып бір формула шығардым да айттым, былай болу керек. Дұрыс. Ондай болатын болса, біз мынандай жоспар құрайық. Мен сендер жоспарларын жазыңдар, сосын маған жіберіңдер. Мен ананы көремін, тексеремін барлығын. Содан кейін бар сендерге жауабын айтамын деп. Мысалы, сондай сұрақтар болды. Сонда Қытай халқының жастары да бәрі сауатты болған, көз ашықтар ғой бәрі. Енді мен барған қалада сауда жағынан, ол жерде біз мен Қытайлармен сөйлесем да, енді құрылыс жағынан да сөйлесіп кеттік та. Бізде енді мықты өзбек халқы мықты жұмыс жасайды деп айтып отырмын ғой енді стройка жағынан. Сөйтсем күледі. Өзбектер ма дейді? Өзбек халқы мықты. Олар 2 сағат сайын шай ішіп жүреді ғой. Сосын бұлар шай ішпейтін сияқты ғой. Қытайлар істей береді. Олар үшін өзбек халқы жалқау сияқты. Ой, онда біз тіпті біз туралы сөйлеспей қояйық. Ой алла. Мына әр заманда болатын тарихи зауалдар болады. Мысалы, бұл ғасырдың тарихи кезеңі дүп келіп отырғанымыз, ол әлеуметтік желі тағы да тоқталғанымыз. Жастар мәселесі, кредит мәселесі біздің мемлекеттің ішінен алып айтқаның кезде. Бір Құдай тағаланың жаратылысының өзі адам баласына тәрбие емес пе, үгіт насихат емес пе? Әр күннің өзі қайталанбайды. Сол қайталанбайтын өмірде қаншалықты адам өзіне осы өмірден түйгендерін түңілмей, тәуекелмен бет алып, жаңа бағытқа бет бұрып отқан өзіңіздің шәкірттеріңіздің арасында тілге тиелік қыз-жігіттер бар ма? Иә, әрине. Мына пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның өмірбаян тарихын бәрі оқып, енді ислам жаңағы тарихы бар, бәрін оқып біліп отырмыз ғой. Бұндай нәрселерге көп кезінде сахабалардың өздері бас қатыра білген. Иә. Соның кейін ол кезде рухани көсем ретінде жаңа пайғамбарымыз жауап беріп отырған. Сол кезде ол кісі ауырып, қиналып уже осы дүниеден өтетін болған уақытта елдің бәрі абдырап қалады, жынды болып қалады. Енді бізге бір көсем керек қой. Не болады, кім болады, қалай болады, біз жағдайымыз қалай болады деп. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассаламнан сұрайды ғой сахабалар. Енді сенен кейін бір пайғамбар келе ме? Біз қалай енді пайғамбарсыз олар представлять ете алмайды өмірін. Сонда айтады ғой, лам яти мин баъди расул илля мубашарат дейді. Менен кейін пайғамбарлық келмейді.
бол тоқтайды, осы мен соңғы пайғамбармын дейді. Бірақ мубашират, белгілер, жаңағы түс аяндар келіп тұрады дейді. Түс аяндар келіп тұрады дейді. Тура сол сияқты қазіргі заманда пайғамбарлық келмесе де адамдардың енді түсті көбісі не қыла бермейді ғой, түлкінің нәжасы анау деп. Негізі түске көп нәрсе мән беру керек та. Енді өзім түс көрген түсімді айтайын деп отыр ғой, енді шәкірттерім арасындағы өте жақсы білімді кітап жазып жатқан жігіттерді өзім түсімде көрдім оларды. Иә, кітап жазып, діни кітаптарды жазып, аударып, мысалға әлемдік университет Аль-Азғар бар ғой, Египеттегі, Каирдегі. Соны бітіріп келіп, кітап жазып жатқан жігіттерді мен өзім түсімде көргенмін. Сол түсімді көрдімді, кейін анау хадисті оқып білгеннен кейін барып, иншалла, осы бір балалардан шығады ғой демек, қазір шығып жатыр. Солар Нұр Мүбаракта ұстаз, әлі кітаптары шықты. Сосын бар басқа имам болып, имамдық салада жұмыс істеп жатқан жігіттер, өзім шәкірттерім бар. Аллаға шүкір, олар да істеп жатыр, олар да кітап жазып, аударып, сондай ғылыми еңбек сіңіріп жатыр да. Біздің жастарымызға көп үлгі өнеге болып отыр оларда. Енді кезінде Әбсаттар марқұм Дербісәлі муфти болып тұрды ғой. Сол уақытта 8 шәкіртім мен өкіл болған, облыста өкіл имам болған. Астанадан бастап 8 облыста өкіл имамдар болған. Солар енді біздің жемісіміз ғой, енді ол әрине сауаптан жазсын Алла. Солардан шыққан шәкірттердің өздері қазір мені келіп ұстаз деп, біз сіздің немере шәкіртіміз дейді ғой. Мен оларды танымаймын да, бірақ өздерінің ұстаздары менің шәкірттерім айтқан ғой, біздің ұстаз осындай орынбасар болады деп айтқан ғой. Сонда келіп менімен амандасып жатады. Бұл да бір кішкене өзіңе жаңағы көңіліңе өте жақын, керемет бір Алланың алдында бір өзің дәрежең көтерілгендей, ақыретке барғанда да иншалла барамыз ғой бәріміз. Сол шәкірттермен де біздің дәрежеміз көтеріледі ғой деп ойлап қоямын. Мысалға Нұрекеңнің де шәкірттері толып жетеді. Толып қазір үйреніп жатыр. Жаңа формулалар шығарып отыр. Бір жолы осы айтқым келіп жүр да, осы көп жерде айтамын. Нұрекеңді Нұр болды да. Бір жолы мен өзім кино анау-мынау көрмеймін. Мен жаңалықтар тыңдаймын. Бір күні Ислам Каримов бар ғой, президент, Өзбекстанның, тіреді ол кезде. Қазақстанға бір жиынға келді әйтеуір. Сөйтіп сөз сөйлеп жатыр да, сөйтсе Назарбаев отыр, басқа отыр. Сөйтсе осы кісі айтады да, человек дейді, годами мудреет дейді, а вы рожденный мудрый деп қояды. Сол сияқты Нұрекеңге айтамын, сіз мудрый адамсыз ғой, мудрый адам болып туылғансыз ғой. Асар баспананың ішіндегі мынау жаңа формула, 8 формула ойыма кірмеген нәрсе ғой, ешкім ойына кірмеген нәрсе. Басында осы асар баспана ашылған уақытта небір математиктер, физиктер бұл кісіге хабарласты. Тікелей эфирде да. Сонда бұның айтып жатады да, өзінің формуласы бұлай болу керек деп бұл кісі түсіндіріп береді, әндемей қалады олар. Мойындады ғой. 40 жыл бұғайдыр болып істеген адамдар мойындады ғой. Сол сияқты мудрый болу керек қой. Жақсы. Шәкірттері көп, Нұрекеңде де, бізде де, Құдайға шүкір. Ұстаздан шәкірт озғаны жақсы ғой. Абзал илайым болсын дейік, бірақ десе де, әр ұстаздың өзінің алдыға қойған мақсаты мен мұраты өскелең жастан биік болса керек. Біз әзір дін мен дәстүр деп алдындағы әңгімемізде кішкене тілге тиек еттік. Десе де осының біздің халыққа, халықтың игілігіне қазір ықпал жасауы, мүмкіндіктері қай деңгейде? Басталуынан қазіргі ақырда бақырып жоспарлы түрде жүйеге салынып келе жатыр ғой. Иә. Енді қараңыз, біз өткенде енді тікелей эфир жүргіздік, одан кейін ұстазбен сөйлестік. Қазір біз мынау ішімізден умра ұйымдастырсақ деп жатырмыз. Умра саяхатына енді саяхат қылып, виза саяхат болып ашылады ғой. Иә. Жаңағындай үлкен қажылық ол бөлек. Оның визасы бөлек. Осы умра саяхат несімен, визасымен халықты алып барсақ, мынау діннің келген жері, діннің түскен жері, жалпы енді мынау қасиетті мекен, Мекке Медина қалаларын көрсе екен, халық көрсе екен, кішкене дінге деген көзқарастары өзгерсе екен
ойдамыз да. Өйткені көп адамдар жаңағындай өткенде бір ютубта да жүрді, бір кісі келіп алып жаңағындай ой анау арабтар сондай, арабтар бұндай, тамақ бермейді бірден кетіп шулап жүрді ғой бір кісі. Келіп алып, білмеймін ол кісінің ниеті қандай екенін. Енді Алла ол кісіге хидаят берсін. Бірақ халық білу керек та, мен өзім барып келгеннен кейін, мен қажылыққа дейін болса, мен бәлкім айтуға хақым да жоқ шығар, өйткені өзім көрген жоқпын да. Бірақ өзім көріп келгеннен кейін мен шынайы ана жерде бар ғой, енді жүрегім езіліп жүрді да. Жүрегім ана құстың жүрегі сияқты ана. Хадис келеді ғой, мұсылман адамның жүрегі жаңағындай құстың несі сияқты депші. Үміт пен үрейдің ортасында, екеуінің ортасында да, мысалы, үміт етесің Алланың мейірімінен, бір нәрселерді істейсің, әйтеуір соған Алла Тағала сауаптан жазса екен, осы жасаған дүнием ертең қиямет күні есептелсе екен деп үміт етесің. Ал бір жаңағындай енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін қателесесің, кейде біліп білмей істеп қойған бір қателік күнәларың болып жатады, мысалы. Оны ойлаған кезде қорқып кетесің да, үрейленесің да. Ертең осы мынау бүткіл жасаған дүниемнің барлығын осы таразым мынау басып кетпесе екен, күнәм басып кетіп, ертең Алланың алдында жауап бере алмай қалсам қалай болады деген сияқты. Сол мынау не жүрекке бекіді да, қатты бекіді да. Ана енді айтып жеткізу енді мүмкін емес, ол рухани әлемде былайша айтқан кезде барған, ол рухани адам басқаша боласың да, сезімің бәрі басқаша болады. Сол жақта бірге болған жігіттер, мысалы, барған кезде қандай, қайтқан кезде қандай өзгеріс, солардың барлығын былайша айтқан кезде көзімізбен көрдік. Сондықтан айтады ғой енді, сендер жаңағындай толық иман келтірген болмайсыңдар, өздеріңе қалаған, жақсы көрген нәрсені, қалаған нәрсені өзгеге қаламайынша дейді. Сонда енді өзім көріп келген дүниені енді халқым көрсе екен деп отыр ғой. Ойым сондай да, көрсе екен, ойларын өзгертсе екен, дінге деген ойларын өзгертсе екен. Араб құлдар бірдеңке, арабтар жаңағындай сөйтіп жасап алған, маркетинг жасап алған деген сияқты. Сондай бір неше түрлі теріс түсініктер бар да халықтың арасында. Соны халық дұрыс түсінсе екен, мынау Абайдың шәкәрімнің сөздерін дұрыс түсінсе екен деп, ол кісілер айтып кетті оның барлығын. Бірақ оқымайды ғой қазір адамдар. Біз бардық, мысалы Арафатта болдық. Құнанбай атамыз бір-ақ күнге кешіккен ғой сонда. Арафада тұрып, бір-ақ күнге кешіккен. Ал енді Арафада тұрмаса ол қажылық саналмайды. Сол үшін 1 жыл тосқан да. 1 жыл тосқан, сол жақта жатты. 1 жыл тосқан кезде бекер жатты ма ол кісі? Қонақ үй жасап кеткен ғой. Қазақстаннан адамдар, қазақтар келетін болса, қонақ үй тұрсын деп сонда жасап кеткен да. Міне сондай аталарымыздың істеп кеткен істерін біз қазір жоққа шығарып жатырмыз да. Біреу келеді даған жаңағындай ойына келген сөзін әлеуметтік желі жақсы болды. Лапылдатып жаңағындай төге салып, оны жаңағындай қоштап, ары қарата үрлеп, лапылдатып алып кетеді адам деген былай бізде. Сол адамдар кішкене дұрыс түсінсе екен, қарапайым адам, келешек ұрпақ, солардың барлығы, мынау біздің дініміз, біз мұсылманбыз, мынау біз қазақпыз, мынау біздің салтымыз, екеуі біргеменен мынандай біздің аталарымыз болған, екеуі бір-бірімен ұштасып тұр деп соны түсінсе екен деген мақсатта осы қазір осы умра несін алып жатырмыз. Енді дін деп айтқан кезде құр сөз емес, бұндай біз сияқты әңгімені айтып отырған адамдар былай жетеді. Енді біз кішкене теория күйінде емес, соны практика жүзінде де көрсетсек. Біздің жалпы асардың мақсаты солай. Мен бір нәрсені айтамын, одан кейін артынан оны іске асырамын да, барлығын көрсетіп жүремін. Сондықтан қазірде осы мысалы дін деп айтып отырмыз ба? Дін ба? Дінді бар көрсетейік. Меккеден, Мединадан бастап көрсетейік. Сол жақтан бастап түсіндіре бастайық. Сол жақтан келген адамдар отзыв айтсын. Мен барып келдім, мен көріп келдім. Мына асардың арқасында міне ұстазымыз бізді алып барды, көрсетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын бізге айтты. Сираны көрдік. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрген жолдарын көрдік. Мешітін көрдік. Адамдарды көрдік сол жерде. Ана жердегі аура мүлдем басқа. Ненің ішіне кірсең, мысалы Мединада Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітіне кірсең, мүлдем басқа әлем ғой. Біздің ана жаңағы Сұлтан Бейбарыс аталарымыз сол жаққа барып, ана Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітін қарасаңыз, ана нелердің несі келеді бүйтіп. Египеттағы ана ою-өрнектері бар ғой, қазақтың өрнектері де тұр. Сол аталарымыз салып кеткен ғой, соның барлығын жасап беріп кеткен ғой, былайша айтқан кезде. Ол кісі енді үлкен империяны басқарды ғой ол кісі. Ана жасыл күмбезді де айтады, сол кісі тұрғызған деп айтады. Одан кейін
мінберді пайғамбар саллаллаху алейхи мешітінің ішіндегі мінберді де сол бейбарыс атамыз салған екен, бірақ кейіннен реконструкция жүріп өзгерткеннен кейін Құба мешітіне апарып қойған екен. Құба мешітінде де болдық. Құба мешітінде бір тарихи несі бар екен, бір нүкте бар екен де төбеде, күмбезде тұрған. Тура сол белгі пайғамбар саллаллаху алейхи сол жерде тұрып намаз оқыды дегенді білдіреді екен сол тесік. Көрдіңіз бе? Сол ұстаздар айтты да, соның белгісі деп. Сол тұр әлі. Сол тұр, сол жерге барып мен тосып, сол жерге барып тұрып намаз оқыған кезде, енді ол сезім да, рухани сезім да, көзіңнен еріксіз жас кетеді екен. Көзіңнен еріксіз жас кетеді. Мына соның барлығы халық сезінсе екен, көрсе екен. Біз тек қана соған амал етейік. Ертең келген кезде, мына жаққа келіп, уже айыра бастайды адам. Мынау дін, мынау дәстүр депші. Мынау дін, мынау дәстүр деп. Біз қазір дәстүрдің ішінде жүрміз, діннің ішінде жүрген жоқпыз ба жеткенімізде. Біз бәрін шатастырып жүрміз қазір. Сапырып жүрміз да, ана жаққа барып келгеннен кейін ақ пен қараны ажыратып үйренесің да. Мынау дін екен, мынау дәстүр екен. Абай атамыз билеп айтқан екен, Шәкәрім атамыз билеп айтқан екен, хадисте былай келген екен, Құранда былай келген екен. Адам бәрін уже ақ пен қараны ажырататын деңгейге көтеріледі деген менің ойым, амал етіп соған бастадық қой. Рухани саяхат қой. Әрине. Яғни ішкі сыртқы саяхат рухани. Көрдіңіз бе? Өзіміздің елдегі, өзіміздің де ғұламалар, өзіміздің ғалымдарымызда үлкен жаңағы сіз айтып отырған пір бекеттері бар, жаңағы Түркістанда Яссауи бар мысалы. Ол кісілер де ұстаз болған ғой, рухани ұстаз. Көсем болған ғой. Яғни пір болған ғой былайша айтқанда қазақтың. Мін соларды да көреді, сосын бар сырттағы жаңағы діннің қайнар көзі Меккені, Мәдинені көріп келеді. Олар барған кезде зиярат етіп баратын болады, сыйынып бармайтын болады. Түсініп келеді да ана жаққа. Мына жерде тұрған біздің атам зиярат жасайтын да. Көп адамдар барып жаңағындай, сол жерден барып жаңағындай құлшылық жасап жатады. Құлшылық орнын айналдырып жіберген былайша айтқан кезде. Әрине. Осының бәрін ажыратып. Рожденный мудрый человек. 90 ауыз сөзінің тобықтай түйіні сайып келген кезде халық екенін сақтану үшін өзінің тарихи тамырынан күдер үзбеу керек. Ол үшін Құдайдың жаратқаны бар және жаратылысы бар. Екі аражықты анықтау керек. Әрине анықтау үшін Құран, хадис, әуелгі сөздің басы деп Хакім Абай айтпақшы, оны түсіну үшін де осындай өздеріңіз секілді елге тұтқа болар азамат болғанда ғана ел ақ пен қараны таниды деп ойлаймыз. Аса қадірлі құрметті көрермен, олай болса біз дін мен дәстүр және рухани кемелдену жолындағы бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмамдаймыз. Келесі санда жолыққанша аман сау болыңыздар. Сіздерге де мың алғыс, аман есен жүздесейік. Аман болайық. Ассалаумағалейкум.